Халық қалаулылары Петропавл қаласының Бескөл мен Чапаева ауылдарына көшіп келген қоныс аударушылармен кездесіп қайтты. Жиынға жиналған қауым алаңдататын мәселелерін айтты. Іс-шараға жергілікті билік өкілдері де қатысты. Солтүстікке келген ағайындарымыз арасында біраз наразылық бар екен деп, біраз олқылық бар екен деп, не үйлер дұрыс емес, кейбір кезде фундаментсіз тікелей жерге салынған дейді. Не сол үйлердің сапасы дұрыс емес, нашар салған дейді, не басқа біраз наразылық болып отыр. Біздің енді келгеніміздің себебі сіздерге не дейміз, насихаттау емес, және де сабақ оқу емес. Біздің мақсатымыз сіздердің шын жағдайыңызды біліп, және де керек кезде тиісті өзгерістерді мемлекеттік бағдарламаларға енгізу, және де егер кейбір проблемаларды, кейбір мәселелерді дәл орында шешуге болса, сол кезде де тиісті шешім қабылдауға ықпал ету. Кездесуге келген тұрғындар депутаттарға арыз шағымдарын айтып, күнделікті кездесетін мәселелерін ортаға салды. Олардың ішінде мал жайылымы мен шағын жинақты мектептер басты назарда көрінеді. Мектебіміз енді кішігірім сыймай қалды, жабылайын деп отқан мектеп, бірақ оңтүстіктен отбасылар келіп, көбейіп, өсіп, өніп отқан жайымыз бар, гранттарымыз бәрін алдық. Енді бізге кішігірім бір мектеп соғып берсе. Қазір мектепте қанша оқушы бар екен? Мектепте енді ойымызда орыс, қазақ оқушылармен 100-дің үстінде оқушы бар енді. 100-дің үстінде. Соған бір бала сыймай жатыр сонда. Бала сыймай жатыр бір. Екі ауысымды даже 8-ге 10 минут қалғанда ма басталады, 8-ге жетпей басталады. Біз енді елге не келдік, ауылға не келдік. Бірінші мәселесі жер мәселесі. Міне біз кредит алдық, айтып отыр ғой, мал алдық. Малымыз бар енді сол. Екінші мәселесі мал бағатын жер жоқ. Мағайдың бәрі бөлініп алып қалған. Бастапқыда мал шаруашылығын алған кезде шөптің бағасы арзан болды. Қазіргі таңда білесіздер бағаны. Яғни басталған шөп жағы, жем жағы проблема болып жатыр бізде. Сол жағын қарастырсаңыздар, мен микрокредит алайын дегенім. Көпбалалы анамын 4%-бен. Ал бізге микрокредит алу үшін залог қою керек үйді. А бізде үй жоқ. Себебі өзіміз переселенец болып көшіп келгенбіз. Кездесуге келген тұрғындардың наразылығы мұқият тыңдалды. Қызылжар ауданының әкімі Жанат Сәдуақасовтың айтуынша, жайылымдардың жетіспеушілігі мәселесі алдағы уақытта қарастырылатын болады. Парламент мәжілісінің депутаты басқа да мәселелердің шешімін табуды тапсырды. Вот Атамекен же связь с вами. У Атамекена есть целая программа микрофинансирования. Разумеется. Вот сейчас то, что люди говорят по поводу, беззалогового кредита на развитие, мелкого подворного животноводства, но вы переговорите с ними. Потом сер кархана здесь 3 просто на сурага не халмасын деп, сіз халмасын деп, бірден бір шешім іздестірейік. Депутаттармен кездесуге келген тұрғындардың арасында жергілікті атқарушы органдарға алғыс білдірген азаматтар да болды. Сұрағым жоқ, бірақ сіздерді көріп тұрғаныма, сіздермен әңгімелесіп тұрғаныма әрине қуаныштымын. Тағы бір айтарым, ел ағалары, ауыл халқының жағдайын сұрап келгеніңізге рахмет айтқым келіп тұр. Біздің жұмыстарымыз бар. Мамандар бар адамдар мамандармен жұмыс істеп жатыр. Мал шаруашылығымен айналысып жатыр. Құдайға шүкір, күнкөрісіміз жаман емес. Жақсы. Мынау алғыс отырған жерімізде суымыз бар, светіміз бар. Азат Перуашевтың айтуынша барлық сұрақтар бақылауға алынады, олардың шешімі қаржыландыруға байланысты болмақ. Қарасам, халықтың көңіл күйі жақсы екен. Ал бірақ, біраз кемшік айтты. Мысалы, қазір жеке қабылдадым ғой біраз адамдарды. Және де неден залдан көтерген мәселелері бар. Ол балабақшаға байланысты, тас жол салу керек деп, жұмыс орындар жайында біраз не айтып отырды. Біз бюджетке байланысты мәселелер, бұл жаңа мектеп, балабақша сияқты, тас жол салу сияқты мәселелерді қазір әкіммен сөйлестік. Қазір көктемде парламентке үкіметтен бюджеттің жаңа бір жобасы түседі.
сол кезде тиісті өзгерістерді, ұсыныстарды енгізуге ұсынуға болады. Халық қалаулылары тұрғындарға айтылған мәселелердің шешімі бірнеше жылға созылмай қарастырылатынына уәде берді. Жиын соңында депутаттар осындай кездесулерді жыл сайын ұйымдастыруға тырысатындарын атап өтті. Дана Калиева, Жұлдызбек Ермұқанов, Первый Северный.